Ассалаумағалейкум. Махаббаттың куәсі түнай. Аман есенсіңдер, Иә, бәрі немесе күшті. жоқ. Иә. Неге жоқ емес? Всегда иә деп жүремін. Мирас Жеңістің концертіне бізге реклама түсіру керек. Мен и так түсіруге барып жатырмын қазір. Мен жүргіземін ғой сол концертті. Болды, білеміз ғой. Оплата сразу. Марго алып қоятын сияқты. Алып қоюы мүмкін енді. Маргоға айтпаймын оны, на видео түскем, сол тиктоктан көрсін. Марго, ля-ля-ля. Мыналар ұстап алды ғой мені. Я дедім ғой. Бірден уже айтып қойдым, ақшаны бермеймін. 10 мың теңге видео түсіргізіп жатыр ғой. Төпеттеп айту керек. Иә. Ондай жоқ қой, оның табиғатынан. Барлықтарыңызға сәлем достар. Баршаларыңызды 7 қыркүйек күні дәл осы орталық стадионда күтетін боламын. Себебі бұл жерде Мирас Жүгінісовтің өзінің ең алғашқы жеке концерті өтіп тұр. Алматы аренада емес, орталық стадионда. Артығымен күшті етіп айтып жатыр. Айтамын. 10 мың теңгені ақтап жатыр. Ақтайым. Басталу уақыты 20:00. 20:00 ма? Давай. Өтетін орны осы орталық стадион айтып қойдым ғой мен? Кесе саламыз. Рас, сондай. Өтетін орны дәл осы орталық стадион 7 қыркүйек 20:00. Жүргізушілер. Мен және аңсаған. Кеттік па? Кештің қонақтары Әлем және Қазбек Құрайыш. Саламалейкум. Кеш қонақтары Әлем және Қазбек Құрайыш. Ал жүргізушілері кім деп ойлайсыңдар? Ең смешной жүргізушілер деп айтсаң, кешірім сұраймын. Қайттан. Кештің қонақтары Әлем және Қазбек Құрайыш. Ал жүргізушілері кім деп ойлайсыңдар? Әрине мен және сенім серіктесім аңсаған. Бүйтіп тұрайын. Жақсы, молодец, жақсы түстің, 10 мың ала бер деп. 10 мың ақ қойған Билеттерді Кино.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Келіңіздер. Қандай сайттан? Кино.kz болды. Билеттерді Кино.kz сайтынан және де ЖД вокзал кассасына сатып алсаңыздар болады десең. Билеттерді Кино.kz сайтынан сатып аласыздар. Билеттерді Кино.kz сайтынан сатып аласыздар. Келіңіздер, бірге әндетейік. Настроениеға өзім жауап беремін. Келіңіздер. Молодец, 10 теңгені ақтадың. Жақсы ма? Қалсын сенде. Рахмет. Давай. Иә, 10 мың теңге тауып аласың. Мен лицом и так жинап береді. Айбай, мына лицосы жинамасы. Айтамыз, достарымыз арасында нашар екен деп. Ол монтажға байланысты ғой, сосын салған уақыттарға байланысты. Монтаж бәрі потолокта болсын. А так лицо жинап жүрген түр ол. Болды, көреміз. Рабочий түр ғой, бүкіл қазақ елі таниды.